Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздермен осындай тауықтың төс етінен жасалған рулет пісіріп көрсетемін. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Ол үшін бізге керегі тауықтың төс еті. Оны мясорубкіден өткізіп, ұнтақталған сухарик және жұмыртқа қосамыз. Тұз бен бұрышын қосамыз кішкене дәміне қарай. Және чеснокты теркадан өткізіп майдалап қосамыз. Бұлар біріккенше араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласуы керек. Жұмыртқасы мен төс ет бірігуі керек. Міне осылай менде бірікті. Әдемі болып араласты. Енді фольгаға саламыз. Фольгамызды майлап аламыз. Фольгамызға жаңа төс етті салып, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Бір келкі жұп-жұқа етіп жаямыз. Бұл рулет піскеннен кейін бұл рулетті 180 градуста 35 минутқа пісіреміз. Піскеннен кейін суытып морозильникке 2 сағат салып аламыз. Осылай жұп-жұқа етіп бір келкі істейміз. Шет-шетін бәрін түзулеп шығамыз. Енді сухофруктімізді салып шығамыз. Бұл менде өрік, соломка етіп тураған. Негізі бұл жерге нори жапырағын салуға да болады. Енді фольганың көмегімен ақырындап орап шығамыз. Үстін кішкене ғана басып. Үстін міндетті түрде фольганың сыртынан осылай басып шығыңыздар. Себебі піскен кезде шашылып кетуі мүмкін. Осылай жаймендеп ақырындап орап шығамыз.
Менде бұл жерде фольга Талгон фирмасының фольгасы қалың. Жай фольгамен орасаңыздар, олар жыртылып кетуі мүмкін. Сол себепті Талгон фирмасының фольгасымен ораған дұрыс. Енді осы фольгамызға орап, шет-шетін дұрыстап жауып аламыз. Ораған кезде бұл жерде ескеретін жағдай тігісін астына қалдырамыз. Өз қолдарыңызбен белгілеп осылай істеп алуға болады. Сосын мен бұл рулеттерді 180 градуста 35 минутқа пісіріп алып, суытып, морозильникте 2 сағатқа салып аламын. Міне менің рулетім дайын болды. Енді ашып кесеміз. 2 сағат морозильникте тұрды. Енді қалай шыққанын көреміз. Міне менде рулетім осылай шықты. Жаңағы сухофруктиім ішіндегі өте дәмді шыққан сияқты. Көрінісі әдемі.